Сәлеметсіздер ме, құрметті шахмат жанкүйерлері, жаттықтырушылары, бұл көне ойынды үйренгісі келген бүлдіршіндерім. Менің аты жөнім Бауыржан Дәуітұлы Ошақбаев. 2016 жылында Астана қаласының классикалық шахматтан чемпионы болдым. Авторлық әдістемен бойынша жаттықтырылған 100-ге жуық шәкіртім спорттық дәреже атағына ие болған. Бұл әдістемелік видео сабақтарым сіздердің алғашқы қадамдарыңызды ұзарып, жарқын шахмат әлеміне жетелеп апарады. Армысыздар шахматшы қауымы. Неге сіздер сияқты миллионнан қыз, ұл бала тап қазір шахмат ойнауда? Шахматтың несі қызық? Шахматты кім ойнай алады? Жауаптарыңызды алайын. Керемет. Жауаптарыңызға көп рахмет. Көне Үндістанда ойлап шығарылған ойынымыздың жанкүйер саны расынан өте көп. 3 жасар бала қайда, 90 жасар қария да мұны ойнай алады. Шахмат өміріміздегі қадамдардың бейнелеуі болып, әрбір жүрісіміздің кемшілігін және артықшылығын көрсетіп тұрғаннан шешім алуға көмектеседі. Сөзімді жалғастырайын. Міне шахмат тақтасы. 8 жатық жолдан тұрады. Мына жатық жолдар. 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші жатық жолы. Және 8 тік жолдан А тік жолы, Б тік жолы, С тік жолы, Д тік жолы, Е тік жолы, П тік жолы, Г тік жолы, H жолы. Немесе 13 ақ қиғаш жолдан, мыналар қиғаш жолдар, ақ торша қиғаш жолдары, көп шығайық. 13 ақ қиғаш жол, және 13 қара қиғаш жолдардан, 13 қара қиғаш жолдан, қара торша қиғаш жолдарынан, немесе гүлдеп тұрған 64 қара ала торшадан тұрады. Мінекей. 8-дің 8 есесі бізге 64 торша береді. Шахмат тақтасы бұл ойынымыздың іргетасы болып табылады. Сондықтан мұнымен жақсырақ танысып өтейік. Тақтаның 3 бөлігі бар. Біріншілер бұрыштары. 4 бұрышы бар. Шеттері 4 шеті бар. 4 шеті бар. Шеттері. Және орталығы, яғни бұрыштарына және шеттеріне жатпайтын алаңға біз тақтаның орталығы дейміз. Қараңыз. Мына шаршы ішіндегі торшаларға біз тақтаның орталығы дейміз. Яғни мына бүкіл торшаларға біз тақтаның орталығы дейміз. Енді шахматтың ең маңызды тастары болып табылған ақ хан және қара ханмен танысайық. Ақ ханды А1 торшасына қойайық. Қара ханды H4 торшасына қойайық.
Көріп жатқаныңыздай, ақ хан тақтаның бұрышында тұр. Қара хан тақтаның шетінде тұр. Бұлар тек қана көршілес торшаларға жүре алады. Яғни, мінекей мына көршілес торшаларға жүре алады. Қара ханды көршілес торшаларға жүре алады. Байқап қалайық, мұнда ақ хан бұрышынан 2 шеткі торшаға және 1 орталықтағы торшаға жүре алады. 3 бағытта, яғни. Қара ханды 2 шеткі торшаға және тақтаның орталығының 3 торшасына жүре алады. 5 бағытта 5 торшаға. Тақтаның бұрышынан қара хан, ақ хан тек қана 3 бағытта 3 торшаға жүре алады. Енді хандарды тақтаның орталығына қарай жүргізейік. Ақ ханды Б2 торшасына қойсақ, қара ханды Г4 торшасына қояйық. Енді байқағаныңыздай, хандардың айналысындағы күл көршілес торшалар бос, яғни хандар жан-жағына еркін жүре алады. Бұл торшаларды санап шығу үшін ақ гүл, қара гүл әдісін қолданайық. Ақ ханның айналысында 4 жапырағы бар. Ақ гүлдің 4 жапырағы. Енді сол ақ гүлдің жапырақтарын қара хан айналысына табайық. Мінекей 4 жапырағы. Енді қара гүлдің жапырақтарын іздейік. Ақ ханның айналысында. Мінекей. Қара хан айналысында. Қара гүлдің жапырақтары. Мұны көргеніңіздей 4-4-тен түгелі 8 торшаға әрбір хан жүре алады. Ойынымызды жалғастырайық. Енді бұл хандарды бір-біріне қарай жүргізейік. Ақ хан мысалы С3 торшасына жүрсін, қара хан Б4 торшасына жүрсін, ақ хан Д4 торшасына жүрсін. Егер қазір қара хан Е4 торшасына жүріп, ақ ханның қасында тұрып қалсам, онда ақ хан оны алып, жеп қоялар еді. Бірақ шахматта хандарды жеуге болмайды. Неге? Көне заманда хандар елді де, орданы да басқаратын еді. Яғни елдің немесе орданың хансыз болуы мағынасыз еді. Сондықтан шахматты ойлап шығарушылар ханды жеуге болмайды деген заң шығарған. Солай болса, онда қара хан Е4 торшасында еркін тұра алады ма? Жоқ. Хандар бір уақытта соққы берісіп тұрады. Бірақ шахматта жүрістер кезек бойынша жасалатындықтан кез келген жағдайда бір жақтың ханына ғана шабуыл жасалады. Басқа жақтан қарағанда хандар бір уақытта бір-біріне шабуыл жасап, алысып тұрғанына бола, басқа бүткіл тастар қатып қалғандай жүрістерін істей алмай тұрады. Өйткені алдымен хандардың соққыларын жою керек. Бірақ мұны тек қана хандардың өздері ажырасып жоя алады. Сондықтан хандар бір-бірінің қасына жүріп қалса, тастар қатып қалып, ойын нәтижесіз тоқтап қалады. Сұрақ: қара хан мұнда Е3 және Е5 торшаларына жүре алады ма? Ойланып көріңіздер. Иә, дұрыс, жүре алмайды. Бұлар ақ ханның қасындағы торша. Ойын қатып қалып, ереже бұзылар еді. Келесі сабақта шах және мат деген ұғымдармен танысып, тақтаның бұрышы, шеті және орталығы деген ұғымдардың мәндерін әбден меңгеріп шығамыз. Келесі сабақта кездескенше сау сәлеметті болыңыздар.